Армысыздар достар, бірінші гол YouTube арнасында кезекті шығарылым сіздермен бірге мен Еламан Әмірғазы. Футболда медианың рөлі артқан сайын ойыншылардың алаңдағы ғана емес, алаң сыртындағы өмірде көпшілікті қызықтыратыны рас. Не киіп, не ішетініне дейін қадағалайтындар да бар. Сүйіктісі кім, неше баласы бар деген сұрақтарда осы күні өзекті. Сонымен бүгінгі бірінші гол арнасы бірнеше баланың әкесі атанып үлгерген әлемге танымал футболшыларға шолу жасап көрмек. Бразилияның атақты ойыншыларының бірі Гаринча, 14 баласы бар. Ол көп өмір сүрмесе де әйелдеріне 14 бала туғызып үлгерген екен. Алғашқы жары Найер Маркес 2 дүркін әлем чемпионына 8 қыз сыйлаған. Алғашқысының есімі Тереза болса, кейінгілері Эденир, Маринете, Жорасиару, Денезию, Мариу Сесилию, Терезиньо және Синтию болған. Екінші жарынан 3 бала бар. Әртүрлі деректерде футболшы 14 баланың әкесі деп жазылған. Негізі одан да көп болуы мүмкін. Өйткені Гаринчаның жұлдызы жанып тұрғанда оған жүгірген, төсектес болған қызғарқынның саны жетерлік. Айта кетейік, тума талант иесі бар болғаны 50 жасында өмірден өтті. Оның шын есімі Мануэль, яғни Мане Франсиско дос Сантос. Бала кезінде футболшы кішкентай тропикалық құстарды аулауды әдетке айналдырған екен. Оларды жергілікті үндістер тілінде Гаринча деп атайды. Інісінің қызық әдетін байқаған қарындасы Тереза, мына қылығыңмен сен өзің жақын арада Гаринчаға айналасың деген екен. Осылайша 4 жасар Мане лақап атқа ие болды. Гаринчаның сол аяғы оң аяғынан 6 сантиметрге қысқа болған. Ол кемшілігін ол алаңда сәтті пайдалана білген футболшы. Роберто Карлос 9 баланың әкесі. Бразилия құрамасының тағы бір аңыз ойыншысы 2002 жылғы әлем чемпионы Роберто Карлос та төсек қатынасына келгенде аянып қалмаған. Бүгінде 50-ден асқан ардагер футболшының 9 баласы бар. Сол қапталдан ойқастайтын қорғаушының леві жүрістері де көп болған. Заңды некесінен тек қыздар болған соң мұрагерді сырттағы сылқымдарға туғызған. Алғашқы 2 қызы Роберто мен Джованнаны бірінші жары Алешандра Пинейру да Сильвадан, одан бөлек 2 ұлды асырап болған. Қалған балалары өзге әйелдерден туған. Айта кетейік, Роберто Карлос ұзақ жылдар Мадридтің Реал клубында ойнаған. Осы команданың аңыз ойыншыларының бірі Чемпиондар лигасының 3 дүркін жеңімпазы. Бразилиялықтар белсенді және бұл тізімде футбол королі Пеле де Бразилияның демократиясына үлес қосуға тырысқандардың қатарында. Алайда оның алғашында көп балалы отбасы болу жоспарына кірмеген екен. Бірінші некесі Розмари дос Рейер Шолбиден туған 3 бала Келли Кристина, Эдсон және Дженнифер дүниеге оңайшылықпен келмеген. Әйелі босанар кезде вазэктомия, яғни қан тамырларын байлау операциясына жүгінген. Бірақ екінші әйелі Асириал Лемос Сейхас ана бақытын армандады. Сондықтан Эконың көмегіне сүйенді. Нәтижесінде егіздер дүниеге келді. Біреуі ол болса, екіншісі қыз. Есімдері Джошуа мен Селесте. Ал некесіз ұрпаққа келетін болсақ, бүгінде біз екеуін білеміз. Флавия Кристина, Курс де Карвалио, Пеленің үй қызметшісі мен ұшқыр романтикасының жемісі. Футбол королі бұл баланы тек ұзақ жылдарға созылған сот процесінен кейін ғана мойындады. Сергей Симак бұл тізімде бар жандардың бірі. Бағанадан бері бразилиялық жұлдыздарды айтып жатсақ, енді бұл тізімге ресейлік Сергей Симакты қосқанды жөн көрдік. Соңғы жылдары Санкт-Петербургтың Зенит клубымен чемпиондықты ешкімге бермей жүрген бапкер отбасылық өміріне де көп мән береді. Алғашқы жары Светланадан Илья деген ұлы болса, екінші әйелі Аннадан 5 баласы бар. Есімдері Семен, Иван, Варвара, Савва және Илария. Сондай-ақ Татьяна есімді мүгедек қызды асырап алған. Футболшы ретінде Сергей Симак біраз жетістікке жеткен. ЦСКА, Рубин, Зенит командаларымен чемпион да болды. Францияның ПСЖ клубында да доп тепті. Ал Гус Хидинг Ресей құрамасын жаттықтырғанда команда капитаны болып, 2008 жылы Еуропа чемпионатында қола жүлдеге қол жеткізді. Ал қазір солтүстік көршіміздегі үздік бапкерлердің бірі. Аргентина футболының мақтанышы Диего Армандо Марадона да төсекті біраз бүлкілдеткендердің қатарында. Алғашқы жары Клаудия
Вильяфания мен ол 1977 жылы дискотекада танысқан. Екеуі 1984 жылы Аргентина астанасы Буэнос-Айресте шаңырақ көтерсе, арада 3 жыл өткенде Клаудия алғашқы қызын дүниеге әкелді. Есімі Дальма Марадона. Ал екінші қызы 1989 жылы Джаннина Динора. Бірақ осы екі қыз дүниеге келген уақыт арасында ол Италияда біраз сылқымдармен көңіл көтеріп үлгерген. Наполимен чемпион атанатын сәтте Диего Армандо Кристиана Синагра есімді арудан ұлды болады. Әрине басында мойындаған жоқ, ДНК тест тапсырудан да бас тартады. Дегенмен 2016 жылы шындықты мойындап Диего Синагроны ұлы ретінде қабылдайды. Ол жағажай футболымен айналысқан әлемнің вице-чемпионы. Сондай-ақ 1996 жылы Яна есімді қыздың әкесі атанды. Бұл жолы да Марадона мойындамай қойды. Тек 2007 жылы ғана Яна атақты футболшының фамилиясын алған еді. Қазір ол қыз модель болып жұмыс істейді. Яна әкесінің заңды некесінен туған әпкелерімен араласып тұрады. Жалпы Диего жас қыздармен көп кездескен. Тіпті өмірінің соңғы жылдары өзінің туған қыздарынан кіші арулармен жиі қатынаста болған. Мысалы, 2013 жылы Диего Фернандо есімді ұлдың әкесі атанды. Бірақ оны да тек бір айдан кейін ғана баласы ретінде қабылдады. 60 жасында өмірден өткен Аргентина футболының аңызының ресми түрде 6 баласы болса, тағы 5-еуін мойындамай кетті. Айтпақшы, екінші қызы Джаннина Динора Манчестер Ситиде ұзақ жыл доп тепкен Серхио Агуэроға тұрмысқа шыққан. Ромарио, Бразилия футболының аңыздарының бәрі оңды-солды көп жүргендіктен бірнеше баланың әкесі атанған. Мысалы, 1994 жылғы әлем чемпионы, кейіннен саясатқа да бет бұрған Ромарионың да 6 баласы бар. Ол нағыз шабуылшы, матч алдында түні бойы махаббатпен айналысады. Сол кезде біз гол соға аламыз деп айтқан едім. Шынымен де, Ромарио махаббатпен көбірек айналысса керек, алаңда да аянып қалған кезі жоқ. Спорттық карьерасында 1000-нан астам гол соққан санаулы сұрмергендердің қатарында. Атақты футболшы 3 мәрте шаңырақ көтерген. Одан бөлек бірнеше қызбен кездескені бар. Қазір мысалы 24 жас кіші Мария Гаузиан Сантос есімді концерт жүргізушісімен махаббат болып жүр. Жалпы ресми түрде 6 баласы бар. 2 ұлы және 4 қызы дүниеге келген. Ұлдарының есімі Ромариньо және Рафаэль, ал 4 қызына келсек, есімдері Даниэль, Моникиня, Изабелиня және Иви. Соңғысы Даун синдромымен ауырады. Ресей футболының жұлдызы болған Андрей Аршавин де жеке өмірінде жанжалға жиілік еді. Ол тележүргізуші Юлия Барановская мен 9 жыл азаматтық некеде тұрды. Сол кезде 3 бала дүниеге келді. Үлкен ұлы Артем 2005 жылы туған. Одан кейін Яна және Арсений бар. 2013 жылдан бастап екеуінің қарым-қатынасы бұзылды. Ал 2016 жылдың 1 қыркүйегінде ол бірнеше жыл жүрген журналист Алиса Александровна Казминаға үйленді. Екеуінің ортақ бір қызы бар. Сонымен қатар футболшының қазіргі сүйіктісінің бірінші некесінен 2 баласы бар екені айтылады. Ол Анна Сылқыммен кездесіп жүргені жақында анықталған. Тіпті екеуінің жақында ортақ баласы болуы мүмкін. Бұл тізімге қоспаған көп баласы бар футболшылардың қатарына атақты испаниялық Раульді, португалиялық Криштиану Роналдуды, ағылшындық Дэвид Бекхэмді, француз Зинедин Зиданды жатқыза аламыз. Рауль мен Роналду 5 баланың әкесі болса, соңғы екеуінде 4 баладан бар. Сіздердің де балаларыңыз көп болсын ағайын. Достар, біздің фондағы серіктестеріміз әлі де бонустар үлестіріп жатыр. Демек, төменде бекітілген сілтеме арқылы өтіп тіркелетін уақыт келді деген сөз. Алғашқы тіркелген клиенттерді 30-тан бөлек 200 000 теңге бонуста күтіп тұр. Алайда ұмытпаңыз, бәс тігу баюдың немесе табыс табудың жолы емес. Бұл жай ғана көңіл көтеру.